жамағаттардың бәрін. Сол жерде өзім бәрін жинап қойдым да жағасынан алып сол жерге барып айдап бір қуып шықтым. Бұл менің балам, менің тұқымым. Сендер еш қатыстарың жоқ болған. Олар сол жағы өзінше рәсімдейміз, өзімізше біздің айтқанымыздың көмеді. Бізде жаңағы сөйтеміз, өзімізше жасаймыз. Біреуі де жылаған да жоқ, көздері жас алған жоқ, қуанып жүр олар, бақыттымыз деп. Баламыз мінекей, дато миларын уланып кеткен көрін, баласы өле бірсіз де, не шешесі, не көзде жасталған жоқ. Біз бақыттымыз, баламыз жаңағы шахид болды. Жұмаққа кетті деп. Айтпайсың, нам сенде тірі жүрді, кетпейсіңдер сенде сонарда жұмаққа. Сонда жұмаққа тек сондай құмарып тұрсаңдар. Асыл өлді кете берді жұмаққа. Көрдің ба? Сонда қалай ғұрыптық ерекшеліктер болды? Жерлеген кезде не ұсынды, не істейміз деп өздеріне не үшін таласты, айтыстасы неден туды? Білмеймін, менің өзі есім алып жүрген. Мешітке апарамыз, денесін аламыз, өзіміз жуамыз деген бірден мен синкке коробқа салып алып келген бұл. Синкке ішіне қазақшалап, бәрін өзінің жаңағы несіне орап, қазақшалап сояқта бәрі рәсімін жасап, салып, коробқа салып, синкке салып, орап, саметін алып келмейді, алып келе алмайсың ғой десең. Сонда мүрден басына барғаннан кейін жаңағы есін бәрін талқандап, денесін алып, ақ жаутаға матасымен жаңағы өзінің ақымына кіргізіп көмдік. Ағаш бағашын бәрі соны іші бірге тастадық, бірге көміп тастадық. Олар қуып жүрді, болды, қайтып көрген жоқ ма? Олар мен жоқ келген сөйтіп келген екен, айтып анамына таласып тарысып. Сол менің мінезім чадырлар, білем, қанша деген жасқа жақтаса керек. Сол жерде әбден талқанын шығарайын деп едім, бәрі алып шығарып жүріпті ғой бәрін. Құртындар көздерін. Қашқан Ақтау түрмесінен қашып шыққан 21 жігіттің қарап отырсақ географиялық жағдай батыстан да оңтүстіктен де Қазақстанның әрбір аймағынан тіпті Ресейден келген ауыр қылмыс үшін сотталған орыс та бар екен, орыс қылмыскерді. Ол да түрмеде жатып қабылдапты ваххабизмді. Сонда бұл қатердің қасымызда жүргенін көрсетпей ме? Сонда мешіт, біздің түрмедегі мешіттеріміздің өздері муфтият сол Бекет ата Маңғыстаудағы Ақтау қаласындағы орталық мешіттің имамы өзінің айтуы бойынша біз мешітке барып уағыз айтып тұратынбыз дейді. Сонда муфтияттың сенімді өкілдері бар уағыз айтып тұратын жерде сондай ваххабизмнің кеңінен таралуы, қатердің қасымызда жүргенін көрсетеді. Бұл тіпті түрмелерде өрістеп жатқанын байқата ма? Байқатады, көрсетеді. Мен Ақтауға барғанда сол жерде көп адамдармен келісіп, әңгімелестім. Жаңағы қайтыс болған, қаза болған балалардың ата-аналарымен сөйлестім мысалға. Бәрі сол жерде жүрдік қой, моргта жүрдік, жаңағы прокуратураға бардық, управлениеге бардық, сонда алдында тұрғанда әңгімелесеміз ғой. Сол кезде әңгімелескенде мен түсінгенім, бұл ваххабизмнің ең қайнаған ортасы Атырау мен Ақтау екен. Әттең деп мен қазір бармағым түседі, қалайсы менің балам сол ошақтың ортасында іздегенге сұраған деп, тура соның ортасына түскен ғой. Ең ошағы сол Маңғыстау облысы екен ғой біздегі. Қайнаған ортасы ваххабизмнің. Сояқтан шыққан, сояқтың балалары мысалға барып, Дагестанға барып соғысып өліп жатқан мысалы қазақ балалары мысалға. Сояқтан өз жанын өзі пида деп, аның ошағы сол екен. Енді ол ошақ барлық жерде аман. Ол оның мешітінде, наверное, тұла бойымен сол мешітінде сөйледі. Раз оның түрмесінің мешітінің өзін түгел жаулап алса, ол ана тұрған мешіт түгел емес қой, Бекет ата мешітін кіріп көрді мен мысалға ол жерде. Балама Құран оқыттым. Бірақ қас-қағымызға кірмей шықтым ғой, бірақ сол Атырау, Ақтаудың халықтарын естігенім ояғым үркіп отыр. Халықтың өзі еш шығып қорқып отыр. Сұмдықтан. Бұл тығырықтан қалай шығарын білмей отыр. Кімге обращаться ететінін білмей отыр бұлар. Қалай мына тығырық, бұл көмек қылу керек, халыққа көмектесу керек қазір. Халық қазір дағдарып отыр мысалы. Не істерін білмей, үркіп отыр. Ол жаман. Бұл үшін осы сіздің жанұяңыздағы жағдай басқа отанымызда өзге отбасыларында қайталанбас үшін осындай бір-бірімізге алауыз тумас үшін тиісті құзырлы органдар не істеу керек деп ойлайсың? Тиісті құзырлы орган ең біріншіден мынау заңды жетілдіру керек. Мына діни заң, бірлесіп тұрған заң өте әлсіз. Ешқандай діни қатаң заң шығару керек. Қазақ мемлекетінде тек қана бір дін болу керек. Қазаққа тиесілі дін болу керек. Қазақтың өзінің діні болу керек. Болды. Мұсылман ба, мұсылман болса қазақтың дәстүр салты сақтайтын. Басқа бөтен пиғылды мынандай діннің бәрін тоқтату керек. Жабу керек. Сондай ошақтардың бәрін жабу керек.
мына КМБ, прокуратура, управлениялар жұмыс істеу керек. Мына діни басқарманы ауыстыру керек. Мына біздің діни басқарма, ошағы осы біздің діни басқарма. Құдай біледі, мен білсем. Менің түсінігім болса, білдің ба? Олардың айтып жүрген сөзді қазір естіп отырсам. Олар дұрыс жұмыс істеп жүрген жоқ. Қазақтың бәрін құртып жүрген анық осылар. Жаңа заң керек. Жаңа қазаққа жаңа дін керек, қазақтың өзінің дін керек. Ата-бабалар қандай дін ұстанып келді, мұсылман? Сол ата-бабамыз ұстаған дін керек. Біздің дәстүр салтымызды сақтап қалатын. Қазақ деген атымыз сақтап қалатын. Басқа діннің біреу де керегі жоқ. Бар ғой запрещенный діндер. Соның үшін біз запрет еттім, бітті, запрет ету керек болды. Тіркелмеген діннің бәрін көзін құрту керек. Мен осылай ойлаймын. Бұл дұңғандармен бір-екі шейхімен сөйлесіп көрдім. Бұл дұңғандардың арасында бұл діннің өзі неше түрлі көрінді ғой. Олардың өзі бір 4-5-ке бөлінеді ғой. Біздің Қордайдың өзінің ішіндегі дұңғандардың дінінің өзі алауыз. Бірақ бұлар діннің нағыз фанаттары ғой. Бұлардың өзі қазір әлгі Сауд Арабиясымен тікелей қарым-қатынаста, Египеттен тікелей прямо байланысты ғой бұлардың бәрі мысалға. Балалардың бәрін соғықты оқытып жатыр. Осыған шектеу қоймаса, бұлар қазір түбі бізге тағы келетін қатердің бірі осы біздің түбі дұңғандардан келеді. Себебі қазір дұңғандардың бұдан бұрын біз өзіміз жас кезімізде бұлар келгенде мықтаса 25-30 ақ семей кішкентай дұңған халқы болған ғой. Қазір біздің Қордай ауданының жартысы солар. Олардың алға қойған мақсатының өзі қазір қазақтарға үйленіп жатыр. Қазақтары жаңағы үйленіп, солардан жаңағы бала шағасын өсіріп, соның бәрін жаңағы өзінің дініне тығып жатыр. Енді сол дін болған оның жаңағы бәрі бауырлар, ағайын туғаны бар, соның бәрі байланысып кете бермей ме? Бұның тактикасы өте керемет. Олар ешкіммен айғайласпайды. Ешкіммен қазақтар ұқсап кеудесін қағып соғыспайды. Менікі дұрыс, менікі деп олар не қылмайды. Олар бәрін жай істейді, жай айтады, жұмыспен, ісімен көрсетеді олар. Пожалуйста, біздің қыздарымыз үйленіп жатыр, одан балаларын туғызып жатыр, жиендерімен қазақтар араласады, солар ақырын-ақырын жаңағы өзінің дінін кіргізеді. Ертең бұл да біздің өте қатерлі, бұлардың да діндерін жапқызу керек. Айтып отырмын ғой, тек қана біздің қазақ халқының дәуренде өсуіне керек қана дін керек қой бізге. Именно сондай болу керек. Оны қайдан аламыз? Ол үшін бізде болған деп отырсың, қалай болды? Қалай былай айтқанда қалай ажыратыламыз? Қайсысы дұрыс, қайсысы? Енді оны мен айтайын сендерге. Біздің енді мынау елбасымыздың өзі де талай сөзін айтып жүр ғой. Ясауи бабамыздың мысалы діні ең алғашқы келген кезде дініміз осы арабтарымыз осыдан 3 ғасыр бұрын келді ғой мысалға. Сол кезде арабтар ең бірінші алып келген кезде сол осы дінді қабылдап осы халыққа насихаттағандардың бірі Ясауи бабамыз ғой. Осы Ясауи бабамыздың ғылымдарын оқысаңдар, осы біздің қазағымызға келетін дін осы ма деп ойлаймын. Себебі біздің барлық қазақилығымызды, қазақтығымызды, дәстүр салтымызды қоштайтын, соны жоғалтпайтын, өзінің діни жағы, мұсылмандық жағын да, қазақи дәстүр салтын да қатар алып жүретін таза дін көрініп тұр ғой өзі. Мына қазіргі мынау діни басқарманың діні мысалға бәрі жоқ, бәрі болмайды, оның бәрі болмайды, запрещено, мысалы үйтіге той жасауға болмайды, ойбай әлгі зираттың басына баруға болмайды, Құран оқуға болмайды, ылғи жағы болмайды деп шығады. Бұл қазір бұлардың өзі жағы салафит болып отыр ғой, значит, мына қазіргі мына діни басқарманың өзі салафиттердің тобы болып тұр ғой, айтқан сөзінің бәріне қарасаң. Неге болмайды? Біз өлімізді құрметтемесек, сонда кімге құрметтейміз? Тірімізді мынадай болсақ, быт-шыт болып отсақ. Сондықтан мен ойлаймын, бірақ сонда да болса, әлі де болса, мынау қандай діни бірлестіктердің бәрі кішкене тоқтамға келу керек, ақылға келу керек. Ол еті қантөгіске бармай, бәрі бірігіп, бір ақылға келу керек қой. Бір дастархан, бір үстелдің басына жиналу керек. Мынандай жағдайда мынаны көріп тұрып, өз бетімен кете беретін болса, біз ішімізден бөлінеміз. Бұл Қазақстан ішінен талқандалады. Сырттан ешқандай жау келмейді. Өзімізге өзіміз жау боламыз.